егер огород егетін болсаңыз, осындай құрылғы бар. Бұл не үшін деп ойлайсыздар? Біліп жатқан шығарсыздар, мына жаңағы құстардан қорғау үшін істейді. Бұның енді функциясын көретін болсақ, қалай істелген? Мен сынап көрейін. Қараңыздар, көрдіңіздер, екеуі кәдімгі кола. Ортаңызда сым, мұны көрдіңіздер, желмен. Бізде Қызылорда қаласында жек көп болады. Сол үшін желмен қанатпен жақтып қойған. Екіншісін көтер береді. Екіншісін көрдіңіздер ме? Осындай істеуге болады екен, жақсы нәрсе. Мына сым қозғалып тұрады. Мысалы істелетін әр жақта екшеуі бар, әдемі. Ар жақта бізде егін еккен. Сол егінге қарғалар шығып тастап жатыр, соған осындай қолдануға болады. Осындай қолданыңыздар, қарапайым интернеттен қарап істеген. Көрдіңіздер ме? Клапандарда труба болу керек. Ең бастысы сол трубамен ішпен жан-жаққа айналып тұра береді. Осындай екеу-үшеу істеп қойған. Негізінде бұны көбінесе анау қатты желде ғана істейді бұл. Егер де былайынша кезде істеген қаласаңыздар, кішкентайынан коланы 0,5 коладан істесеңіздер, тез кішкентай желге айналып кететін болады. Ал әр достардан алып келіңіздер.